Баршаңызға қайырлы күн болсын, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге мужской каприз деп аталатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай. Негізінде бұл салатқа пияз қосады екен, бірақ көпшілігі пияз қосқанды ұнатпайды. Ингредиент мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Яғни дәл осы салаттың аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Видеоны соңына дейін қарап, мен ұсынған рецептпен жасап көріңіз, дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Ең алдымен қайнатылған сәбіздерімізді осындай терканың тісімен өткізіп аламыз. Достар, сәбіз бен картоп көп қайнамау керек. Егер де көп қайнаған жағдайда теркадан өткізілмей езіліп кетеді. Мінекей, мен сәбіздерді өткізіп болдым. Келесі картоптарды да терканың осындай үлкендеу тісімен өткізіп аламыз. Достар, видеода көрсетілген ингредиенттер көп, ал описание бөлімінде аз мөлшерде жазған деп ойласаңыздар, мен мужской каприз салатын көптеу етіп жасап жатырмын. Яғни бұл 4 тарелка шығады. Достар, кез келген етті қосуға болады, яғни тауық еті, сиыр еті, жылқы еті, қой еті болсын. Міндетті түрде осындай етті қосу деген заң жоқ. Мендегі еттер алдын ала қайнатылып, тоңазытқышта тұрған еттер. Достар, өздеріңіз видеода көргендей еттің кішкене ғана бөлігінде май бар, бірақ бұл май салаттың ешқандай дәмін бұзбайды, зияны жоқ. Еттеріміздің барлығын өте майда көбіктап турап болдым. Ендігі кезекте жұмыртқаларымызды тураймыз. Достар, ескертетін жағдай, жұмыртқаны толықтай суытып қана барып тураймыз. Яғни өте майда етіп, өздеріңіз видеода көргендей турап шығамыз. Жұмыртқаны толықтай турап шықтым. Ендігі кезекте сырымызды тураймыз. Сырымызды видеода көрсетілген терканың тісімен тураймыз. Сыр міндетті түрде езілмейтіндей, өзінің формасын ұстап тұратындай болуы керек. Достар, менің YouTube каналымда көптеген тағамдардың, торттардың және де фастфудтың рецепттері бар. Достар, майонездің кішкене ғана ұшын қайшының көмегімен қырқып аламыз. Егер де сіздерде шелектегі майонез болатын болса, кондитерский пакетті қолданыңыздар. Мужской каприз салатын жинайтын сәтте келді. Ол үшін бізге кальций керек болады. Егер де кальцийларыңыз болмаса, майонез шелектің түбін қырқып жасасаңыздар да болады. Ең бірінші картопымызды салып, лопатканың көмегімен бетін тегістеп шығамыз. Енді майонезімізді тор көз етіп, сеуіп, одан кейін лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Келесі майдалап туралған еттерімізді салып шығамыз. Достар, өздеріңіз видеода көргендей ингредиенттің жартыдан көп бөлігін салып жатырмын. Себебі қалған бөлігі қазір кішкене тарелкаға жинайтын боламын. Еттің үстіне майонезімізді сеуіп, жетпегеннен кейін осындай лопаткаға майонезімізді құйып, жағып жатырмын. Майонезді аз немесе көп қылып қоймаңыздар, көз мөлшерімен жағыңыздар. Енді үстіне жаңа теркадан өткізілген сәбіздерімізді саламыз. Негізінде сәбіз қосу міндетті емес, бірақ дәмнің одан сайын ерекше болған қаласаңыздар, сәбізді қосыңыздар дегім келеді. Сәбізді салып болғаннан кейін тор көз етіп, майонезімізді сеуіп шығамыз. Майонезді лопатканың көмегімен толықтай барлық жеріне жағып, тегістеп шығамыз. Бір жері биік, бір жері төмен болмауы керек. Барлығы бірдей теп-тегіс болғаны дұрыс. Үстіне туралған жұмыртқаларымызды сеуіп шығамыз. Майонезімізді де сеуіп, лопатканың көмегімен жағып шығамыз. Егер де сіздерде лопатка болмаса, қасықпен де жасай беріңіздер. Майонездің үстіне жаңа теркадан өткізілген сырларымызды салып шығамыз. Сырымызды қолымыздың көмегімен бетін теп-тегіс етіп шығамыз. Салатымыз дайын болуға жақын. Соңғы этаптардың бірі, енді формамызды абайлап, ұқыптылықпен алатын боламыз. Салатымыздың одан сайын әдемі көрінуі үшін бетіне кез келген ас көкті пайдалансаңыздар болады. Мен дәмнің ерекше болғандығын қалағандықтан кенса пайдаландым. Достар, мужской каприз салатымыз дайын. Бұл салат өте нәзік салат. Жасалу жолы да өте оңай, жеңіл болып табылады. Бізге ас болсын, сіздерде дәл мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер. Дәмінің өте керемет болып шығатынына кепілдік беремін.
Құрметті көрермен, егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Достар, сіздер мужской каприз салатын қандай құпия қыр-сырлармен жасайсыздар? Оны да комментарий бөлімінде күтемін.